Қазақстан Республикасының үкіметі активтерді бәсекеге ортаға беру және IPO-ны өткізу жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ауқымды бағдарламаны жоспарлап отыр. Оның нәтижесінде Самұрық-қазына қоры тобының 30 активі бәсекелес ортаға берілетін болады. Бағдарламаға 250-ден астам ұйым енді. Оның ішінде Қазмұнайгаз IPO-сының периметрінде 90 компания, Қазақстан темір жол IPO-сының периметрінде 30-дан астам компания және Қазақгаз IPO-сының периметрінде 10-нан астам компания бар. IPO барлық тараптар үшін тиімді. Компания үшін бұл бизнесті дамыту және жаңа жобаларды іске асыру мақсатында қосымша капитал тарту мүмкіндігі. Бұдан басқа бұл корпоративтік басқару стандарттарын арттыру және қызметтің толық ашықтығы. Мемлекет үшін бұл ел экономикасын дамытуға қосымша қаражат алудың тәсілі. Компаниялар қызметінің есептілігі мен қоғамдық бақылауды қамтамасыз етудің тиімді тәсілі. Инвестор үшін бұл ұлттық компанияда белгілі бір үлесті сатып алу мүмкіндігі. Оның акциялар біраз уақыттан кейін дивидендтер мен құн өсімі түрінде кіріс бере алады. Жергілікті IPO бағдарламасына бірінші болып Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы шығады. Бұдан басқа инвесторлар Эйр Астана, Қазақстан темір жолы, Самұрық-энергоның жасыл активтер қоржының, сондай-ақ Қазақгаз сияқты компаниялардың акцияларын сатып ала алады. Ұтымды шешімдерге ақылды инвестициялар.